Сәлем достар, көрермендеріміздің көбі бізден футбол жайлы видеоны түсіруді сұраған еді. Міне енді сол видеоның уақыты да келді. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін футбол алаңында болған ең ерекше жағдайлар жайлы айтамыз. Футбол ең танымал командалық спорттың түрі. Оны бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар интернет пен теледидарлардың алдында және стадионға келіп көреді. Футболдың жанкүйерлері басқа спорт ойынының жанкүйерлеріне қарағанда аса эмоционалды болып келеді. Трибуналарда шу көтеру, төбелес пен бүлкі шығару футбол жанкүйерлерінің көбіне нормаға айналған заттардың бірі. Стадионға келген адамдарға бір нәрсе ұнамай қалса, олар наразылығын көрсетіп, алаңға түрлі заттарды тастауы мүмкін. Солай бұл матчтың бірінші таймы бітер кезде жанкүйерлердің барлығы қосылып, жағажайлық топтарды алаңға лақтыра бастады. Футболда жағажайлық доптармен байланысты оқиғалар өте көп болған. Бірақ олардың ең шулысы 2009 жылдың 17 қазанында орын алды. Ливерпуль мен Сандерленд арасында өткен ойынға өте көп көрермендер келді. Мына бала Ливерпульдің жанкүйерлерін қатарына жатқанымен, ешбір ойлаусыз жағажайлық допты алаңға жіберіп қалады. Тура сол сәтте шабуыл басталып, Даррен Бент Ливерпульдің қақпасына соққы жасайды. Доп жағажайлық допқа тиіп, рикошетпен голға айналады. Қақпада тұрған Пепе Рейна, мен бұл біздің жеңісті алып кеткен допты ешқашан ұмытпаймын деп айтқан. Келесі видеомыздағы адам да Пепе Рейна секілді жағажайлық доптарды ұнатпайтын сияқты. Қолдан қолға ұшып жүрген допты ұстап алып, барлық адамдардың көзінше оны аяқпен басып, жұлқылап жарып жібереді. Штутгарт пен Дортмундық Боруссия кездескенде фанаттар теннис доптарын жаңбырдай жаудырды. Матч 25 минутта тоқталып, ойыншылар қосылып доптарды жинастыруға кірісті. Тура осы жағдай Севилья мен Леванта кездесуінде қайталанды. Матч басталысымен бірнеше секунд ішінде жанкүйерлер қақпаның айналасын теннис доптарымен толтырып тастады. Аргентиналық бірінші дивизиондағы Росарио Централ мен Рейсинг командаларының арасындағы кездесуді барлығы асыға күткен еді. Тіпті матч басталмай жатып, жан-жақта фейерверктер жарылып, алаң иелеріне үлкен қолдау көрсетіледі. Жалпы Росарио Центр өзінің осындай сұмдық қолдау көрсететін жанкүйерлермен танымал. Әрине осындай жанкүйерлер қарсыласқа көрсетілетін құрметті ұмытып кетеді. Олар қуыршақтарға қарсыластың формасын кигізіп жерге лақтыра бастайды. Моральдық қысым үшін бе, әлде басқа себептермен Рейсинг командасы 3-1 есебімен ұтылады. Бұл лақтырылған қуыршақтар келесі орындағы істелінген қадірлемеушілікпен салыстыруға да келмейді. Барселона мен Вильяреал кездескенде Дани Алвесті қарсылас жанкүйерлер маймылға теңеп бананды лақтырады. Дани Алвес мұндай нәсілшілік кемсітуге күле қарап, жердегі жатқан бананды көтеріп жеп қояды. Осы оқиғадан кейін нәсілшілдікті бананмен жеңеміз деген флешмобты Неймар, Марио Балотелли, Халк, Суарес, Роберто Карлос және тағы басқа көптеген футбол жұлдыздары өз инстаграмдарында тарата бастайды. Кейбір кездері ойынға тек жанкүйерлер емес, солай табиғаттың өзі кедергі болады. Орландо пираттары мен қара пантералар кездескенде, қатты желдің салдарынан стадиондағы жарнамалардың баннерлері ұшып, бірнеше футболшыны жаралайды. Ондай қатты жел болған кезде ойынды тоқтатады, бірақ жаңбыр жауғанда матч жалғаса береді. Соның салдарынан біз жиі осындай көріністерге тап боламыз.
Жаман ауа райы футболшыларға кедергі болғанымен, бұл жағдайдың да өзінің жақсы жақтары болады. Жануарлар да кейбір кездері фанаттар құсап алаңға шығып кетеді. Полиция қызметкерінің иті анда-мында домалап жүрген допты көріп, ойнағысы келіп допқа қарай жүгіріп шығып, оны тістеп жұлқылай бастайды. Бірақ иттің иесі оны дер кезінде тоқтатып үлгерді. Барселона мен Элче ойынды жаңа бастаған кезде кенеттен алаңға қара мысық жүгіріп шығып, ұзақ уақыт жасыл шөптің үстімен жүгіріп, көрермендер мен ойыншылардың көңілін бір көтерді. Қара мысық барлық ойыншылардың алдарынан жүгіріп өткенімен ешкімге сәтсіздік әкелген жоқ. Ондай наным сенімге сенудің қажеті жоқ, достар. Ал Зенит пен Лудогорец арасында болған ойында жаңбыр да, жануарлар да кедергі тудырып, ойынның тоқтауына әкеп соқты. Төреші үйрек пен оның балапандарын алаңның арғы бетіне шығарып тастап, кездесуді тоқтатуға мәжбүр болды. Дегенмен матч өте көңілді аяқталды. Міне, футбол кезінде осындай ерекше заттар өте жиі болып тұрады. Оның барлығын бір видеоға сыйдыру мүмкін емес. Ол дегеніміз, футбол жайлы видеоларымыз әлде жалғасатынын білдіреді. Келесі бөлімнің тезірек шығуын қаласаңыз, осы видеоға өте көп лайк жинап беріңіз. Лайк басып, достарын шақырып, Пазл каналына жазылуға ұмытпаңыз. Ал егер міне мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Біздің ВКонтакте тобымызда футбол жайлы және де басқа да көптеген қызықты әрі пайдалы жазбалар күнделікті шығып отырады. Қолдау көрсетіп тіркеліп кетіңіз. Сонымен қатар Пазл Лайф және онлайн YouTube каналдарымыз бен Инстаграмымызға жазылып, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.